Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Каналыма қош келдіңіздер. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып, менің каналымдағы видеоларға лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін кешкі асқа сливки қосылған спагетти дайындаймын. Ең алдымен табамызды қыздырып, пияз бен фаршты қуырып аламыз. Пешіміздің астын орташа отқа қоямыз. Екінші кастрюльге суп қайнатып, тұз салып, спагеттиді саламыз. Бетін жауып 10-12 минуттай қайнатып аламыз. Каналымның әрі қарай дамуына атсалысып, осы видеоны поделиться батырмасын басып, достарыңызға жіберіп қойыңыздар. Әрі қарай етіміздің үстіне ұсақтап туралған сәбізді салып, дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз. Және бір кеседе су құйып, пешіміздің астын баяу отқа қойып, етімізді пісіріп аламыз. Піскен етіміздің үстіне дайын болған спагеттиді салып араластырамыз. Үстіне сливкиді құямыз. Бетін жауып 5 минуттай бұқтырып аламыз. Міне кешкі асымыз сливке қосылған спагеттиіміз дайын болды. Тарелкамызға салып, бетіне қалауынша укроп сеуіп ұсынсаңыз болады. Видео ұнаса лайк басып, пікір жаза отырыңыздар және подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп қойыңыздар.